Мына Ален Бобр деген, қазір мен айтам, Бомбер деген, Ален Бомбер деген бір француздың дәрігері мынандай эксперимент жасайды. Ол өз дәрігер. Bir күн түнде шақырса, мынандай бір кеме судың астына кеткен, құлаған. Соң 2-ақ күн, 3-ақ күн болған. 3 күндей уақыт болған, күндіз суық емес. Адамдарды алып келеді, 40 адам. 40 адам бәрі өліп қалған. Былай қарасақ, ана құтқарушы немене болды, дөңгелегі, резина дөңгелегі, жилет. Сонысымен суға батпаған. Аяз дейтін аяз емес. Сонда 3 күннің ішінде адам енді су ішіп, ана теңіздің суын аздап ішуге де болады екен. Етсе өлмеу керек еді. Соң ұзақ ойланады. Неге адамдар өлді? Неге адамдар өлді деп. Соның кейін өзі сол мына немене Атлантик мұхитын кесіп өтуді бел байлайды. Бірақ осы 52-ші жылы 25 майда Бомбер мамырда соған дайындалады. Бірақ алдында 1-2 айдай дайындалады. Соң кейін тура кемеден апатқа ұшыраған кезде ешкім алдын ала дайындап алмайды ғой. Тамағын, азығын дайындап алмайды ғой. Сондықтан бұл ешқандай азықсыз, бір жұтым сусыз, бір түйір тамақсыз шығуға ниеттенеді. Бірақ бір жәшікке біраз тамақ салып алады, оның бірақ аузын құлыптап тастайды, печаттап. Қасына бір адам алып алады. Соң кейін ол ұғады, енді кез келген ағза судан тұрады ғой. Балық 80% судан тұрады екен. Соң балықты бір сығатын аппарат жасайды, қарапайым аппарат. Балықты сыққан кезде содан бір сөл бөлініп шығады. Сол сөлді ішсе, ол тұщы су болады екен. Және балықтың егер жесе, адам балықпен қоректенсе, содан өзіне керек бір витаминдерді қоректі алуға болады екен. Соны әбден тексереді, дайындалады 2-3 айдай. Соның кейін 25 мамыр 52-ші жылы теңізге кетеді. Енді бұның анықтағаны мына теңіздің суында аздап ішуге болады екен. Адамға қажет ылғалды теңіздің ішінен теңіздің суын алуға болады екен. Бірақ көп ішіп қойсаң, ішің өтіп кетеді. Аздап өліп қалмайтындай. 50-80% балықтың салмағы мына тұщы судан тұрады екен. Яғни жаңағы балықты сығып, содан тамағыңды да, соң кейін суды да сонымен қанағаттандыруға болады екен. Ал балықтың ішінде аминокислоталар, незаменим аминокислоталар керек болады. Майлар, керек витаминдер, немене денсаулығы үшін осы балықтан алуға болады екен. Енді жаңа кемелік апатқа ұшыраған кезде кішкене сетке ғана бір жіп болса болды екен. Қолдан жасалған бір қармақ. Енді апатқа ұшырайым деп ойламайды ғой. Ешқандай ол қармақ ішінеке алып шықпайды. Соны достарымен шығады. Бір досын алып шығады, Палмер деген. Бірақ ол досы айтады, менің асқазаным ауырады, мен теңіздің суын ішпеймін деп ішпей қояды. Қатты жүдейді. Соң кейін ол неменені, сол кезде тұман болады да, тұманнан тұмандағы будан конденсаттан стақанмен немене жинап алады, су. Соны ішеді. Соң кейін досы екеуі аш 25-ші күні шыққан, 25 күн балық ұстай алмайды, 26 күн балық ұстай алмайды, мүлде аш. 1 грамм тамақ жоқ. Өйткені олар бір түйір тамақ алмаған, бір жәшікке тамақты салып қойған. Бірақ оны айтады, енді өліп бара жатсақ деп, оны айтады. Өліп бара жатсақ ашамыз, ашпаймыз дейді. 27-ші мамыр күні бір кішкентай бір балық ұстап алады, бір окүн. Өлмегенге өлі балық дейді, бір оқылықты өліпті алып, бір балық ұстап алады 27 күні. Онан кейін досы бір неменеге аралға келген кезде досы қашып кетеді. Болды, мен ары қарай бармаймын, мен өлетін болдым деп қашып кетеді. Соң кейін Ален Бомбер жалғыз қалады. Бірақ сол досы кеткеннен кейін бірінші күні қатты толқынға, шторм, теңіздегі толқынды білесіз ғой, соған тап болады. Кетіп бара жатқан қайығының түрі анау. Соң кейін сол шторда желкенін жыртып кетеді. Оны тігетін жібі ештеңкесі жоқ, бірақ амалсыз сол желкенді өзі нетуге тура келеді. Қайтадан тігіп құрастыруға тура келеді. Сонан кейін ол ақырында балықтарды тауып, сол балықпен қоректене бастайды. Бірақ бір денесіндегі бір жара шығады теңізде. Анау жара ылғал ғой. Алғал, теңіздің үсті жара жазылып бітпейді. Денесінде қотырлар пайда болады да, жаралар жазылмай қояды. Сонан кейін келесі 27 күн дейді. Әлен жалбарына шіркінай
қашан мына ыстық мына немене бітеді екен, мына тұман болып тұрады да, содан бір күні күннің көзі шығады. Күннің көзі шыққан кезде 27 күн бойы шақырайған күннің астында, жаңа теңіздің үстінде қалтылаған қайық, тамақ жоқ, су жоқ, киім жоқ, шақырайған күннің астында 27 күн бойы қыстықтың астында малтайды. Содан сөйтіп айту, тамағын тауып жеп, тамақ тапқанда балықты алады, соны сығып, соның согын ішеді, соны сусын қып та ішеді. Сөйлесетін адам жоқ, көз алдың елестетіп көріңіз. Біз бір-ақ апта үйде жатып, бәрі қазір шырылдап, мысық сияқты мияулап, күшік сияқты қыңсылап жатыр адамдар. Көз алдыңызға елестетіңізші. 53 күннен кейін бір кеме жолда кездеседі. Ол кемелермен жолықпауға тырысады. Өйткені эксперимент соңына дейін шыдап, ана мұхитты нетіп өту керек қой. Сол кемеден бір Аракака деген кемедегі адамдар көреді, айтады, кел, мына неменеге шық. Ары қарай алып барайық, болды, енді өзіңді қинап қайтасың дейді. Анау арып ашып кеткен, сақалы өсіп кеткен айтады, жоқ, мен шыдаймын, соңына дейін шыдаймын дейді. Олар біраз жеміс жидек береді. Сол жеміс жидекті алып алады да, ары қарай малтайды. Сонымен бәрібір қалай болса да, бұл енді мен оның көрген қиыншылығының бір 5% айтып отырмын. 5% көрмегені жоқ, өзі ерікті түрде. Сонымен ол соңынан дейін жетеді. Нәтижесінде не болады? 25 килограммға арықтады. Енді ана құр балықты, чикі балықты жей бергеннен кейін әрине не болады. Бірақ ол дәлелдеді. Адам жаңағы кеме апатынан кейін даже мұхиттың ішінде де егер де қорықпаса, үрейленбесе, содан кейін ол ана моряктарға айтыпты. Әй, матростар, теңізшілер, сендерді өлтірген шөл емес, сендерді өлтірген ашаршылық емес, сендерді өлтірген суық емес, сендерді өлтірген үрей. Сондықтан сіздердің рухтарыңызды сындыратын коронавирус емес, теңгенің құлауы емес, мына мұнайдың бағасының құлауы емес, жұмыссыздық емес, бізді өлтіретін үрей. Сол үрейді жолатпау керек. Оны жолатпаудың тәсілін мен сіздерге үйретем. Сіздер туысқандарыңызды үйретесіздер. Соның тәжірибесінен кейін енді әдетте кемелер апатқа ұшыраған кезде бұрын бір 5-10 күн іздейді екен де, оңай айтады екен, болды енді. Енді ары қарай қажетсіз, үмітсіз енді болды. Пайдасы жоқ ары қарай қимылдағаннан. Олар бәрібір тірі қалмайды деп, өліп қалды деп жаза салады екен. Бірақ талай адамдарды 10-15 күннен кейін де аман құтқарып алған. Оның қасында біздікі немене? Жаңағы Ғалем Бомбердің қасында 63 күн ашық теңізде сөйтіп сөйлесетін адамы жоқ, киетін киімі жоқ, ішетін сусын жоқ, жейтін тамақ жоқ шыққан кезде оның бәрі немене? Сондықтан бұл да осылай адамның рухының керемет мықты екенін дәлелдеді. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.